пастаның кереметтілігі шашқа шампуньге қоссаңыз шаш жылтырайды. Бетке маска қылып жақсаңыз ағартады, әжімге әсер етеді. Пастаны дымқылдап отырып. Мұрынның ішіне қуысқа салып кішкене жай мұрынды тазалап тұрсаңыз, біздегі мұрыннан көп нәрсе байланысты. Мына жағыңыздың бәрі тазарған кезде өң ішіңіздің неше түрлі сұйықтықтар шығарады. Құлақтың ішіне де солай. Профилактикаға. Мына мойынға жақсаңыз, әйелдерді біріншіне әсер етеді. Әжім ғой, адамның қолы мен мойнынан білінеді да, қолға маска керемет. Дымқылдап жағасыз. Моншаға барған кезде мына иыққа, кеудеге, жатырға, ішке енді да, мысалы біреулерде қазір жатырда жоқ, сондай болып кетті ғой адамдар. Ағзаң түгел ма деп сұрайтын болды құрдастарынан. Денсаулығынан кейін ағзаң түгел ма, бүйрегің орнында ма, сондай заман болып кетті ғой. Запчасть сияқты алдыра салады. Сосын тізеге жақып қойыңыздар дейді. Неге? Мына пардың ішінде отырған кезде кішкене ғана дымқылдап жақсаңыз, мынадайдың өзі бүкіл денеңізге жетеді. Паста ше. Сол кезде ол не істейді? 189 өсімдік сығындысы тері арқылы сіңеді сізге. Ол міндетті емес, тізеңіз ауырса да, ауырмаса да, бірақ қазақтың тізесі ауырмайтын адам өте аз. Ол не? Тізе деген ол біздің өт жолымыз. Ол өт тола деген сөз. Түсінесіз ба? Біріншіден, немесе өті жоқ болса, тіпті оның тізесі ауырады. Ол сүйектің арасындағы сұйықтықты азайтады. Сол басталды. Көз деген не? Көз деген бауыр. Көздің ағында мәселе болса, уже бауыр тола деген сөз. Ал қазір сау адам жоқ болып тұр ғой. Бізде қатып қалған зиянды құрттар ағзамызда әр үйде, әр ағзада отырып алған өз үйіндегідей. Соны тірілтіп шығаратын әлемдегі жалғыз табиғи өнім, құрамы ең бай. Яғни пастаны ары қарай не істейсіздер? Күйгенге мынадай із қалдырмайды. Енді қаншама 70%-дан жоғары күйгендер, мына колготкиға жабысып қалған шайнек құлап болған оқиғаларда терісімен сыпырып қалған, із қалдырмайды. Кез келген жараға цистит қазір көп адам пастаны. Безеу дегеннің негізі кез келген беттің онша әдемі болмауы біздің шегіміз ғой. Шегіміз толып тұр. Әйелде 6 метр, ер адамда 8 метр. Шекке капитальный ремонт жасайтын әлемдегі жалғыз табиғи өнім ретінде танылып отыр. Сүйектің арасында сұйықтықты қалыпқа келтіреді. Міне алдарыңызда отырып 5 грижамен айтып отырмын ғой. Өте көп қиналдым. 8 жыл бойы бүкіл туыс танысқан біледі мені. Белімді қазыға да байлады, анау бассейннің ішіне дәрігерлер тартады ғой таспен, ондайға да жасаттым. Енді ол ауырғандардың есіме кетеді. Астынан дәретімді алып тақтайға байлап неше түрлі емге бардым да. Ташкентке бардым, Бішкекке бардым. Сол кезде сүйектің арасындағы сұйықтықты қалыпқа келтіретін жалғыз өнім. Яғни не деген сөз? Сүйекті тазалаған нәрсе қанды тазалайды. Қанды капиллярны тазалайды. Біздің капиллярымыз өте майда, оны БАДы дәрі тазалай алмайды, естеріңізде болсын. Бұл БАДы жаман емес, бірақ капилляр жер шарын 2,5 есе аралағандай ұзындық екен бойымызда. Соны тазалайды. Ол тазаланғасын не істейді? Бауыр тазаланады, бауыр біздің фильтріміз. Ал иммунитет біздің докторымыз. Иммунитет 70% шекте. Шек тазаланғаннан кейін бауыр, өт бәрі тазаланады. Сосын бізде жасушалар бар, клетка да, орысшасы. Енді таза әдеби тілде білетін болсаңыздар, клетканың қазақшасы жасуша. Сол клеткалардың арасында құнар беретін табиғи бұл құнарлы ас, бұл БАДы емес, дәрі емес, документіңіздің өзінде ас деп тұр. Және де өліп қалады бізде. Күнде клетка өледі. Стресстан, негативтан, никотиннан, бояудан ішіп жатқан асымыздан. Сол өліп қалған клетканың орнына жаңа жасуша туғызатын жалғыз өнім. Түсінесіздер ме? Бұны қазақтың ғалымдары шығарған. Қолдарыңызды жүректеріңізге қойып мақтанып айтып жүріңіздер. Мен шетелде демаламын ғой компаниядан. Ой, айқайлаймын ғой. Ана, бізбен бірге 10 ел барады ғой. Бізден байып жатыр ғой оларда. Жаман дерттен нәтиже алып жатыр. Сосын мен мақтанып тұрып туды ұстап аламын да. Мен уже бүкіл ел біледі. Арқам бар шынды екенімді. Біздің компания бұл. Біз тұрамыз бірінші деп. Басқа ұлттарды қойып тұрып өзіміздің қой. Ешкім демейді, уже біледі қызға екенімді. Шеркеш қой. Тікелей апам Мәншүк Мәметова болады. Әкем Шеркешнама авторы 50 жыл зерттеп 16 жыл жазған. Және балалар жазушысы қазіргі уақытта 81-ге келді октябрьде. Биыл 3 кітап шығарды. Қазақстанда жалғыз жазушы екен, кітап жазып жатқан, еш шығарып жатқан. Ауылда тұрады бірақ. Сондықтан бәрі күледі ғой өткенде. Ой, сен бүкіл 10 мемлекет біледі ғой деп себепті айтамын. Туымызды мақтанамын да, ғалым біздікі, өнім біздікі, завод Құрманғазы күй ойнайтын бізді нарыққа шығарған біздікі болды ғой. Және әлемді мойындатып отыр да қазір. Сондықтан жүрегім, қолымды жаңағыдай мақтанып туды көтерген кезде